Сәлем, менің есімім Жұлдыз, жасым 22-де, 2001 жылғымын және кірпік саласында, сұлулық саласында жүргеніме уже 6 жыл болды және 6 жылдан асып бара жатыр. Және менің өзім тәжірибем жайлы сіздермен бөлісетін болатынмын және үйрететін боламын. Және де маған тіркеліңіздер, себебі менде өте құнды ақпараттар болады, жіберіп алмаңыздар. Және де білгілеріңіз келген информацияны маған комментарийға жазсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Және колокольчикті және лайкты басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Кірпік неге тез түсіп қалады? Отслойка. Кірпік неге тез түсіп қалады? Потому что көп мастерлар клейдің сыртында 3 ай деп айтылған, сол үшін 3 айға дейін қолданады. Ол қате. 2 апта, 3 апта сайын біз клейді ауыстырып тұру керекпіз. Және де обезжириватель, праймер деген нәрселерді жазуымыз керек. Ол жайлы білмейтін болсаңыз, алдыңғы сабақтарды көрсеңіз, білетін боласыз. Және де отслойка тағы да кірпікті дұрыс қоймағаннан болып есептелінеді. Мұнда қарасаңыздар, по линия тұрады. Осы сияқты кірпікті линия бойынша көрсетіледі и осылай қойылады. И мына жерге видео қалдырып кетем. Осы жерде видеода кірпікті қалай қойылғаны жайлы көрсетілген және қалай қоюға болмайтыны жайлы X-пен көрсетілген. Адамның көздері көбінесе көп мастерлардың кесірінен көздері ісіп кетеді. Ол не жағдайда? Отступтың кесірінен адамның көзі іседі. Көп мастерлар кірпіктері долго тұрсын деп отступ қалдырмай кірпік қойып береді. Соның кесірінен адамның көздері ісіп кетеді. Ол аллергия береді. Одан кейін ол клиент вообще кірпік сеткізгісі келмей қалады. Сол үшін біз қандай жағдай болмасын отступ қалдыруымыз керек. Мына жерде сіздер көретін болсаңыздар, отступты 0,5 либо 1 милли қалдыруымыз керек. Осылай неровный отступ болатын болса, ол тоже дұрыс емес, ол тоже кірпіктің түсуіне әсер етеді. Мына жерде көріп тұрғаныңыздар нет отступа, ол значит отступ қоймайтын болса, адамның көзін ісіреді. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, үлкен отступ қалдырылса, ол тоже кірпік тез түседі және некачественный работа болады. Сол үшін отступ қалдырып жүрсеңіздер, адамның көзі іспейді, аллергия бермейді және де әдемі көз қарас бересіздер. Адамның өзінің кірпігімен кірпіктері түсіп атады. Міне көріп тұрсаңыздар, осындай жағдай. Адамның өзінің кірпіктерімен бірге осылай жұлынып түседі. Ол қандай жағдайда? Бұл көбінесе склейкадан болады. Склейка ол яғни адамның екі кірпігіне, өзінің натуральный екі кірпігіне біз бір кірпікті жабыстырып қойсақ, оны склейка деп айтады. Оған бір мысал, мына жерде қарап тұрғандай, 1 май күні осылай кірпік жабыстырылады. Яғни 25 май күні осылай кірпік, біз қойған кірпік, ол адамның кірпігі бәрі бір қан айналым болып тұрғаннан кейін адамның кірпігі өсіп тұрады. Какой-то милли өсіп тұрады. И 25 май күні осылай кірпік нормально өскен кезде, уже қасындағы жабысқан кірпікті осылай жұлып кетеді. Вот соның кесірінен көп клиенттердің кірпіктері осылай жұлынып, склейкаға болып и кірпік жасқысы келмей, көздеріне жараспай, кірпікті ұнатпай кетеді. Сол үшін біз клиенттерге әдемі көз қарас сыйлауымыз керек және де склейка болмау керек, отступ болмау керек, отслойка болмау керек. Осы 3 қателіктің кесірінен көп мастерлар клиенттерінен айырылып жатады және де қанша жыл мастер болса да тұрақты клиенттер болмайды. Сол үшін қарап жүріңіздер. Бүгінгі ақпаратым сіздерге пайдалы болса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар және колокольчикті лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де тағы да не білгілеріңіз келеді, келесі тақырып қандай болғанын қалайсыздар, маған комментарийға жазып өтсеңіздер, мен сіздердің жауаптарыңызды ескеретін боламын. Және де всем пока, сүйдім.